Екеуі де сыбырлап жүреді екен бізге. Фәмән уәжәдә, жаңағы періштенің сыбырлағанын кімде-кім байқап қалса дейді, яғни мысалы садақа берейші деген нәрсе, бір жерге бара жатып бір садақа берейінші, жаңағыдай берейін деп жатқан кезіңде бер деген сондай бір жүрегіңіз бір керемет былай жақсылыққа қарай кетіп бара жатқан, кім осыны байқап қалса дейді, фалияхмидилля, Алланы мақтасын дейді дереу, альхамдулилля деп айтсын дейді. Періштенің жаңағы сыбырлауында періште мақтауды қажет етпейді екен ол. Мен ол үшін істемеймін дейді, бұл әмірім, Алла тағала беруі тек сыбырлайын болды, бірақ Алланы мақтау керек екенбіз. Оған солын айтты, альхамдулилля деп айтсын дейді. Ал кімде-кім жаман жақтан келіп тұрды байқап қалса, фалиятағаубас биллахи минаш шайтанир раджим, онда сол шайтаннан Аллаға сыйынсын дейді. Сөйтіп осы екі жақтан ақпарат келіп тұрады бізге. Бұл неге бұлай қойып қойған десеңіз, күресті қалаған Алла тағала. Күрес. Қаладым солай сен қасыңда жүру.